сіздерге бір жағдай айтайын, әңгіме алып. Бір күні әкесі көлік жуып жатады да, өзінің көлігін жуып жатады. Қасында кішкентай баласы ойнап жүреді. Ойнап жүреді де, енді әкесі машинаның оң жағын жуып жатады, сосын сол жағын жууға кіріскенде қараса, баласы қолына тас ұстап алғанда, машинаны сызып жатады ғой. Сызғыштап жатады, сызып тастаған, енді анау новый машина, жаңа машина енді. Камри деп алшы. Сол кезде әкесі қатты ашуланып, баласының қолында тасты алып, капотқа баланың қолын қояды да, ұрғылап тастайды ғой, ашумен. Сөйтіп не керек, бала бақырып жылайды, анасы келіп арашалап, баланың қолы қанайды. Сөйтіп қолын жуып, ақыр сонда жедел жәрдем шақыруға дейін барады ғой. Жедел жәрдем шақырады, банағыдай дәрігерлер қарауға кірісіп кетеді. Кейін әкесі не істедім деп банағыдай есін жиған сияқты басын ұстап дәрігерге барса, дәрігер айтады: өкінішке орай сіздің балаңыздың 3 саусағын кесуге тура келді деген хабарды айтады ғой. Сонда әкесі басын ұстап, ей шақпас, мен не істедім, мен не хайуанмын ба, не болып кеттім деп үйіне барып, енді бала сразу шықпайды ғой, емделеді деген сияқты. Машинаның қасына барып отырып, машинаның бір тебет, есікте тақылдап жабады. Сөйтіп көліктің қасына барып отырып, банағы әлгі баланың сызған жеріне қарап қалса, білесіздер ме не деп жазған? Әке, мен сені жақсы көрем, сен менің әкемсің деген сөз жазып қойған ғой. Қарашы баланы. До того не болып жатыр бұл жерде? Бұл жерде әкенің жүрегіне балаға деген махаббат емес, машинаға деген махаббат кіріп кеткен ғой. Көлікке деген махаббат кіріп кеткен. Адамның сондай қатыгездігімізді көріп жатсыздар ма? Сен представь, бір машина аласың. Сен шай ішіп отырасың. Шай ішетін терезенің алдында кухняда сен көлігің тұрады. Сырт жақта. Бір адам келеді да, анаған қаңылтырмен сен машинада сызады мысалы. Қандай сезімде боласың? Егер банағы әке сияқты болатын болса, сен жүрегіңде тілгендей болады. Дұрыс па? Сол сияқты достар, жүрегімізге не кірсе, сен соған жаның ашиды. Сосын жүрегімізге шама келгенше Алла тағаланы, отбасында бала шағаңды, жақсы адамдарды кіргізуге тырыс. Дүние керек емес. Дүние керек емес дегенде сен машина, көлік керек емес деген сөз емес. Оларды қолда ұста, жүректе емес, қалтада ұста, жүректе емес. Түсінесіздер ме достар? Сол үшін сондай бана қатыгездерден болып қалмайық. Құдай сақтасын.